Ши тоқу бұрын және қазіргі кезде қазақ халқы мен Орта Азия халықтары арасында кеңінен тараған өнер. Күнделікті тұрмыс пен шаруашылық қажеті үшін тоқылған ши қазіргі дейін кеңінен пайдаланылып келеді. Оны киіз үйдің құрамдас бір бөлігі ретінде кереге сыртына тұтуға, сондай-ақ үй ішіндегі ыдыс-аяқ, ошақ басынан қоршай қоюға, киіз үйдің есігіне ұстауға, әртүрлі үй шаруашылық мүддесіне кеңінен пайдаланылады. Қазақ халқының қолөнері саласында ши тоқу, оған боялған түрлі түсті жүн орап, өрнекте безендіру ісі ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан ұлттық өнері болып табылады. Ши сырт көрінісіне қарай ақ ши, ораулы ши, шым ши болып үш топқа бөлінеді. Олардың әрқайсысы өз орнымен әртүрлі мақсатқа пайдаланылады. Айтап айтқанда, қабығынан тазартылған аң шиді көбінесе құрт, ірімшік, тағы басқа жаю үшін қолданылатын болса, ұзына бойы әр түсті жүнмен немесе жібекпен оралған шымши киіз үйдің сәнді жиһаздарының бірі болып табылады. Ал өн бойы тұтас емес, әр жерінен жараласып оралған шиді орама ши немесе ораулы ши деп атайды. Бұл да ши сияқты сәнді жиһаздарының бірі. Қазақтың ұлттық қолөнерінің ерекше бір түрі шым ши тоқу. Шым ши тоқуда негізінен оюдың композициялық құрылыстың маңызы ерекше. Бұл салада қазақ шеберлерінің қолданылып жүрген қазіргі барлық ою түрлері композициялық жағынан жекелеген және тұтас ою, бір бетке ұзындық ою, екі жақты ұзындық ою болып бөлінеді. Ши ораудың екі түрі бар. Біріншісі тоқылу тұрған даяр шидің өрнегіне сала отырып орау, екіншісі жаңа өрнек суретінің үлгісімен тоқу. Шиді бірінші түрмен тоқу үшін оларды бір-бірлеп тоқылған даяр шидің өрнегінің үстіне салып, дәл келтіріп әр түсті оралған шидің буындарын санап отырып орайды. Осылай оралған шилерді ораласып кетпеу үшін өрнегіне сәйкес келтіріп, өз алдына бөлектеп шуда жіппен тізіп отыру керек. Шиді жаңа өрнек суретімен тоқуда айтарлықтай өзгешелігі болады. Алдымен шиді орайтын үлгі жасаулы тиіс. Орайтын жіптерді түсі осы үлгідегі өрнектер суретке сәйкес болуы керек. Шидің бір шеті жұқа, екінші жағы қалың болып кетпеу үшін орайтын шидің түп жағы мен шашақ жағын үнемі кезектестіріп, алмастырып салып отыру керек. Ши тоқитын жіпті екі қабаттап ширатып, бірнеше домалақ етіп дайындайды. Бұл домалақтарды салмақты ету үшін темірге немесе тасқа орайды. Ши тоқу үшін атасы бар екі ағашты белгілі қашықтыққа тік қадап, екі ашаға көлденең ағаш қойып арнайы жасалған қарапайым станок пайдаланылады. Станоктардың киіз үй ішіне немесе жабық бастырма астына орнатады. Тоқылатын шидің екі шеті берік болуы үшін шидің басталатын жағы мен аяқталатын жақ шетіне 3-4 шиді қабаттап, әуелі өз алдына бір рет ширатылған жүн жіппен айқастыра үшбұрыштардың тізбегі сияқты етіп байланыстырады. Бұл жерді шидің алақаны деп атайды. Шиді байлау үшін қарақұсқа бекітілген бауды шибау дейді. Тоқылы болған шидің бас аяғын тегістеп қырқады. Кейбір шеберлер осы қырқылған шидің екі жақ шетін әдемі матамен көмкеріп тігеді.